Бүгін сағат 2 шамасында Ақмола облысы Целиноград ауданы прокуратурасының жанында сотталушы құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қарулы шабуыл жасады. Нәтижесінде Целиноград ауданы прокуратурасының қызметкері мен ішкі істер бөлімінің тергеушісі оқтан жарақат алды. Медициналық жәрдем көрсету үшін олар Астана қаласының номер 2 ауруханасына жеткізілді. Аталған факт Целиноград ішкі істер бөлімінің бірыңғай сотқа дейінгі тергеу тізіліміне енгізілді. Жедел іздестіру әрекеттері барысында сотталушының мәйіті оның автокөлігінде табылды. Алдын ала болжам бойынша ол өз-өзіне қол жұмсаған. Істің тергеу барысы Ақмола облысы прокуратурасының ерекше бақылауына алынды.